Mına arak verilgen toyda haram, aragı yok toyda halal dep aytmаңыздар. Haram degen нәрсе Arap'ın tilinde uyda aytadı. Mına Makka'dagi qara taşlı ko'ga yaxshi bilasiz, Baytul Haram deydi. Adam yaşaydigan uyda, Baytul Haram al Mirzaboyning uyida o'tiribmiz. So'nduktan bu haramga yatmaydi. Sebebi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ya eyyuhallezine amanu inna amal hamru vel maysiru vel ansabu vel azlamu rijsun min amali şeytan degen ayatka bu hadiste aytdı. Ey aynalayınlar, kullu muskulun hamrun, kullu hamr haramundur. Endi kullu muskulun degen sözü Kazakçaga özümüzün tilge avdarganda ey adamlar, qaysı нәрсе akılından azdırsa, yesinden tandırsa, deneni bosatып жіберсе сол хамыр dedi. Хамыр yese haram. Al hamır degen нәрсе degen ne degende kultura. Bu medeniyette asqa жатады. Сондықтан bizim тәжік ағайындар базарда не satılıp жатса, әкеп дастарханына қойған. Lekin bunu içiş madeni adamның işi. Әркім işemeydi. Akılından azmasan, yesinden tanmasan kada işuge boladı. Sebebi bu arak жоқ еді o кезде. Araktı 1890 жылы Дмитрий Иванович Менделеев деген кісі ойлап тапқан. Сол үшін бұл кәдімгі мұсылманы, қазақи, сахидің дастарханы. Ақылыңнан азбасаң, есіңнен танбасаң іш. Бірақ арақ қойған тойды харам деп айтпаңдар. Харам деген сөз жаман сөз емес, үй деген мағына береді. Şu үшін ихтият кардым. Бисмилlah. Бауырлар бір видео жіберген екен, сөйтіп соған байланысты сұрақ қойып жатыр. Ол жерде енді сөздің қысқасы, білмеймін, бір кісі танымадым енді, ол кісі кім екенін. Той болу керек, басқа болу керек, сол жерде тұрып, арақ жайында айтып жатыр енді. Айтып жатқан жоқ, оттап жатыр десек болады енді. Білмейтін адамға бірдеңе болып көруі мүмкін. Соқыр тауыққа бәрі жем дейміз ғой енді. Ол жерде айтатын жаңа Құран аятын келтіреді, пайғамбардың бір хадисін келтіріп жатыр, арабша оқыған сымақ болып жатыр, жаңа айтыр қате бытшын шығарып оқып жатыр етір. Әріптері дұрыс емес. Не аятты дұрыс оқи алмады, не хадисті дұрыс оқи алмады жаңа кісі. Одан кейін енді сөзінің қысқасы, арақпен өткен тойды харам деп айтпаңдар. Харам деген араб тілінде үй деген сөз. Анау бір Меккедегі тұрған үйді Байтул Харам, харам үй деп айтайды деген сияқты сондай бір мысалдар ұрып жатыр. Енді біреулер үшін өзі мұрны қышып, мұрнында құрты бар адамдарға бір жерден жеті қоян тапқандай болып мәз болуы мүмкін, бірақ оның айтқан сөзіне қарап ішпейтін адам бәрі ішіп кетейін деп жатқан жоқ. Ал енді өзі есінен ауып жүрген адамға одан сайын құлайын деп тұрғанға қарай ауып кетуге жетерлік сөздер енді айтылып жатыр. Бұған қарап айтатынымыз, ол адамның бірінші жаңағы сөздеріне қарап не араб тілін білмейді, діни сауаты төмен, тарихтан хабары жоқ, мұсылман әлеуметін жағдайын білмейтін бір адам. Айтқанда, қысқаша айтқан кезде, ит жоқ жерде шошқа үреді деген сөз ғой. Ол кісіге біз енді айта салайық, сол сияқты жаңағы оның барлық өтірігін жауап беретін созылып кетер. Қысқаша харам деген сөз не? Ол харам деген сөз үй деген сөз емес. Тікелей аудармасы, сөзбе сөз аудармасы тыйым салынған деген сөз. Шариғатта арақтың харам екендігіне бүкіл мұсылмандар бір ауыздан келіскен. Харам, яғни тыйым салынған дегенді білдіреді. Ал неге Меккедегі Алланың үйін харам деп атайды? Өйткені ол үйдің қасында бөтен ойды ойлау, күнәлі ойларды ойлау, күнәлі істерді істеу тыйым салынған. Сондықтан харам, мына жерде күнә жасама деген сөз ғой ол. Сол үшін ол харам деп айтылған. Бірінші мәселе, харам деген сөздің аудармасы тыйым салынған. Харам деп атылады неге? Тыйым салынған үшін. Ол Құран аятымен де тыйым салынған, жаңа оқып отқан аяты соған байланысты хадиспен де тыйым салынған. Одан кейін мәдениетіңді сақтап ішсең дейді. Анау Жданов деген бұрын орыстың академигі болған, мұсылман емес. Осы мына өзі арақ туралы іздеген адамдар көрсе болады оның. Арақ туралы, наркотик туралы өте көп нелері бар. Өзінің лекциялары бар. Мұсылмандыққа қатысы жоқ, аят білмейді, хадис білмейді. Сол арақтың зиян екенін айтып кетеді. Сол бір мұсылман емес Ждановтың айтқанда не десек болады, бір сөйлеген сөз түкіргіне татымайтын адам ғой бұл адам. Сол Ждановтың өзі айтады, мәдениетті сақтап
Оның сөзі бар, ешкім алқаш боламын деп ішпейді дейді да. Бәрі культурный дегеннен басталады дейді. Ол бір мәселе. Ал енді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне келетін болатын болсақ, жаңа арақ тілінде хамыр, оның аты 1000 жерден өзгергенмен оған түсіндірме берген. Хамыр дегеніміз күллу ма хамарал ақыл, адамның ақылын тұмшылаған нәрсені хамыр дейді. Енді бұл бір. Екінші, пайғамбарымыз хадисі бар. Пайғамбарымыз не деп айтты? Ма аскара касируху фақалилуху харам. Кез келген сусынның көбі масқылама, азы да харам деді. Болды. Сен 3 стакан ішкеннен кейін мас боласың ба? Онда жарты стакан да ішуге болмайды. Бұл жаңағы Жабир атты сахабадан жетіп отқан хадис. Енді пайғамбардың асып біреу сөйлемейтін жер, бірақ надандарға бәрібір ғой енді оларға. Не айтамын десе де. Ол бірінші мәселе. Одан кейін мынау жаңағы дастарханы біреудің, оны харам деп айтпа, басқа деп жатыр ғой. Сен арақ, не только мәдениетті арақ ішу, арақтың төңірегінде Абу Дауудтан жеткен хадис бар, оны мұсылмандар арасында кең тараған, имамдардың қаншасы айтып жүр. Арақтың төңірегінде 10 нәрсе қарғалған да, арақтың өзі қарғалған. Әл-хамру, лә'аналлаху әл-хамра, хадис келеді. Аллах тағала лағнеттеді арақты деген да. Одан кейін кете береді. Шарибаха, ол арақты ішкен адам лағнеттелген дейді. Аллах лағнеттеген да. Сақиха, құйған адамды лағнеттеген. Баиаха, сатушы лағнеттелген. Мубтааха, саттырушы лағнеттелген. Асираха, оны сықтырушы, яғни жасатушы. Муътасираха, соған жасауды бұйырушы. Хамилуха, арақты тасыған адам лағнеттелген да. Аллах тарапынан лағнеттелген. Махмулата илайхи деп келеді. Жаңа арақты алып кел деген адам лағнеттеледі да. Ішпейтін адамға алып келе отырған соның өзі лағнеттеледі. Акилу саманаха, арақты сатып соны ақшасын пайдаланған адам лағнеттелген деген да. Сол үшін ол жерде бұл айтқанда жаңағы арақты мәдениетті түрде ішу емес, ана дастарханға арақты қойған кезде уже лағнет жауып қойғанда ол жер. Лағнетпенен бақыт іздеуге болмайды ол. Уже есте жию керек. Айтқан кезде Алланың кітабын қарап, пайғамбардың сөзін қарап, өзінің нәпсіне қарай, дінді өзіне қарай ыңғайламау керек. Адам дінге қарай ыңғайлану керек та. Діннің иесі Алла тағала. Ол бір адам айтты екен деп, жаңағындай мұсылманның заңы өзгеріп кетпейді. Бірақ өздеріне зиян. Сонда біздің айтатынымыз жаңағындай, ол арақты мәдениетті түрде ішсең болды, зиян емес, басқа емес деген сияқты. Сол үшін ол адамға әлі көп нәрсені білу керек та. Сондықтан жаңағы жерде сөзім соңына қарай айтып кетейін. Мысалға бір адам арақ ішіп жүр. Өзі іштей біледі да, дұрыс емес, енді молдалар ішпе дейді ғой енді. Келіншегімді ұрсып жатыр, бала шағаның алдында да ұят болды деп бір адам ішіп жүр. Бірақ дұрыс болмады деп айтады да. Оның ішкені күнә, бірақ бір адам арақ ішпейді. Бірақ ішуге болады деп айтады ғой. Харам емес ол. Рұқсат дейді ғой. Ол адам өмір бойы арақ ішпесе де, арақ ішкен адамның күнәсінен де жоғары болып кетеді. Арақ ішкен адам ол ішіп жатыр, бірақ ол мойындап отыр да, енді дұрыс емес деп. Анау Алланың кітабын, пайғамбардың хадисін өзгерткісі келіп жатқан адамда. Ол өте қорқынышты нәрсе. Сондықтан енді ондай адамдарға таңғалмаймыз біздің заманымызда. Білмегеннен кейін. Ал ислам дінінде қайда ғасырлар бойы келе жатқан нәрсе ғой. Сол үшін жаңағы өзі бір аятын оқып отыр ғой. Я аyyuhallazina аману иннамал хамру вал майсир деп келетін. Иман келтіргендер арасында арақ, құмар ойындары, Аллахтан бөлек пұтқа сыйынушылық деген сияқты. Вал азлам, жаңағы палашу құралдары, риджсун, ол лас дүние деп айтылған да ол хадисте. Аятта. Ақырын айдын оқысын, аятта. Аудармасын қарап оқысын, түсінбесе. Мин амали шайтан, шайтанның ісінен деген да. Сонда ол діннің дағуатшысы емес, шайтанның дағуатшысы болып тұр ғой. Шайтанның ісінен деп айтылған сол аяттың ішінде. Ол үлкен күнәлардың қатарына жатылған. Ілгері уақыттарда, мұсылманшылық күшті уақыттарда, мұсылман дәуірлеп тұрған кезінде арақ ішкен адамға дүре соғылатын болған. Не только ол мәдениетпен ішу, дүре соғылатын болған. Сондықтан енді айтатынымыз, әрқашанда сауаттылық керек. Сауаттылықпен жүру керек болып қалады.